Мен алғыс айту күнінің қарсаңында Қобда аудандық кітапхана бөліміне ұжымына, яғни алғыс айтқым келеді. Жалпы кітапхана дегеніміз ол кітап қорларының жинағы, білімдердің жинағы. Сол себепті Қобда аудандық кітапханасына алғыс айтқым келеді. Себебі олар біз үшін әрдайым қол ұшын созуға дайын. Әрдайым кітаптар алуға да болады және түрлі сайыстарға да қатысуға болады. Кітапханашылардың қажырлы еңбегіне алғысымды білдіріп, басымды иемін. Менің атым Қожа деген кітаптың атамын. Мен бұл кітапты Қобда ауданындағы кітапханасынан алдым. Бұл кітап өте әсерлі кітап. Мен бұл кітапты оқыған соң өзімді ерекше сезіндім. Сол үшін сіздерге өте көп рахмет. Алмагүл Ғалымжанова, сізді 1 наурыз алғыс айту күнімен құттықтаймын. Шығармашылық табыс тілеймін. Оқырмандарыңыз көбейе берсін. Біз балалар кітапханасы жобасы бойынша көптеген кітаптар талдап жүрміз. Соған көмек жатқан Айгүл Оспановнаға рахмет айтамыз. Алғыс күні құтты болсын. Мен фантастика жанрындағы кітаптарды ұнатамын. Маған кітапханашы Айгүл Оспанова сол кітаптарды тауып береді. Алғыс күніне орай Айгүл Оспановаға алғысымды айтамын. Мен аудандық балалар кітапханасынан Бақытшы Жамал романын алып оқыдым. Өте керемет әсер алдым. Мереке қарсаңында осындай керемет әсер сыйлағаны үшін кітапхана ұжымына алғысымды айтамын.